сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз айыл-қияқ. Қысқа тамыр сабақтары бар көпжылдық шөптесін өсімдік. Түпкі шыққан жері солтүстік Америка. Құбылмалы қабыршақтың арқасында көп уақыттан бері Еуропада өсіріледі және қазір оны жабайы табиғатта сутоғындарға жақын жерлерде және оңтүстік Германияның кейбір бөліктерінде кездестіруге болады. Биіктігі 30-100 см. Жапырақтары қылыш тәрізді, олар үш-бестен топтасын орналасқан үлкен болып келеді. Мамыр-маусым айында көк күлгін түсті гүлдермен гүлденеді. Гүлдері сабақта орналасқан. Өсімдіктің кептірілген тамыр сабағының құрамында шегіргүл хош иісі бар, эфир майлары, сондай-ақ шырыш пен илік заттарды азайтатын заттар бар. Айыл-қияқтың ем болатын аурулары. Құбылмалы қабыршақтағы белсенді заттар бас сақинасы, жүйке аурулары, асқазан шырышты қабыршағының қабынуы және ұйқы безінің қабынуы кезінде пайдаланылатын және басқа да бестәрлік өсімдіктермен бірге мастодинон препараттарының құрамдас бөлігі болып табылады. Препарат итекір циклі бұзылғанда, итекір циклі мен итекір синдромына байланысты ауруларды емдеуге көмектеседі. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.